Әлемде коронавирус қаупі әлі күшті. Қарқыны қашан бәсеңдейтіні белгісіз. ақш президенті күзге дейін созылуы мүмкін екенін айтты. Германия канцлері адамзаттың 70% жұқтыруы мүмкін деді. Бұл қорқыту емес, алаңдау. Қазір вирус құрсауында қалған Еуропаның жағдайы тіпті мүшкіл. Германия, Франция, Бельгия, Ұлыбритания сынды дамыған елдер көмекке зәру. Аз уақытта Италия вирус ошағы Қытайды басып озып, індеттен қаза тапқандар саны 5000-ға жетті. Италияда қазір дәрігер тапшы. Дәрі-дәрмекте медициналық құрал жабдықта жетпей жатыр. Соғыс майданында жүргендей күні-түні жұмыс істеген емшілер әбден шаршаған, қалжыраған. Осы ретте әлемнің кейбір елінен көмек келген. Мысалы, Куба 30-дан аса дәрігерін Италияға жөнелтті. Үрейді басып шетке ысырып тастауға болады. Кімде-кім қорықпаймын десе, ол батыр, бірақ біз қаһарман емеспіз. Тәуекелге бел буған дәрігерміз. Италияға Қытайдың бірнеше ұшағы келді. Дәрігерлермен бірге дәрі-дәрмек, маска, қолғап та бар. Пекин жіберген мына емшілер 2 апта жүреді және италиялық әріптестерін індетке қалай тосқауыл қоюға баулайды. Бізге Қытайдың көмегі өте маңызды. Қытайдан дер кезінде келген қажетті жәрдем көп адамды құтқаруы мүмкін. Қытай халқына алғыс айтам. Рахмет. Мысалы, бұған дейін миллиарддаған доллар кредит беріп, елдегі жалғыз мыс кенін сатып алған Қытай осы жолы Сербияға 6 дәрігерін аттандырған. Қытай халқымызға достық пен сүйіспеншілік қана көрсетіп қойған жоқ, ынтымаққа шақыратынын байқатты. Бұған эмоциямен ғана емес, рационалды түрде жауап береміз. Олар жүздеген, бәлкім мыңдаған серб азаматын өлімнен арашылап қалды. Алғыс айтамыз. Ал Чехия астанасы Прагаға қонған мына ұшақта медицина қызметкерлеріне қажетті қорғаныш киімі, маска, қолғап іспетті миллионнан аса жабдық бар. Қытай бұны 2 ай бұрын Чехия жөнелткен жәрдемнің қарымтасы дейді. Қытай Чех Республикасында өзге елдермен бірге эпидемияға қарсы күресуге дайын. Бәріміз біргеміз және иық тіресе жұмыс істеген кезде ғана күшті болатынымызға сенемін. Қытай осындай жәрдем керуенін Франция, Болгария, Словакияға да жіберді. Испания да көмек сұрады. Дәрі-дәрмек артқан ұшақтары Пәкістан мен Иранға да, тіпті қала берді Африка елдеріне де барып жатыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Пекиннің бұл әрекетін құптап, адамзатқа келген ортақ жауға жұмыла қарсы тұрайық деді. Бұл ортақ жауымыз. Әр елдің айырмашылығы барын білем, бірақ ортақ дұшпан келгенде қайшылықты қоя тұрып, бәріміз бірігуіміз керек деп ойлаймын. Қазір өзімізді, адамзатты қорғау үшін бірігетін уақыт. Вирустың пайда болғанын әлем ресми мойындағалы 4 ай өтті. Жұқтырды деп анықталғандар саны қазір 300 мыңнан асты. Қаза тапқандар 14 мыңға жетті. Жобалап айтып отырмын, нақты санын өздеріңізде күнде көріп бақылап отырсыздар. Ал бұл сандардың болашақта қалай құбылары да белгісіз. Көріскенше күн жақсы.